расында ең ірі сауап, ірі сынақтан қасында болады дейді. Ва инналлаха иза хабба қауман, егер де Алла Тағала бір адамдарды жақсы көрсе, ибталахум, оларды имтиханнан өткізеді, яғни сынақтар жібереді. Енді соңын қараңыз, немен аяқталу керек сынақ? Фәмән радия фәләхур ридо. Сол сынақты мен жіберген кезде кім маған деген разылығын сақтай алса, мен де ризамын дейді оған. Яғни разылығыма бөлеймін дейді. Фәмән сахита фәләхус сухту. Кім сол кезде наразы болып қалса, не үшін бұл, не жазып едім сонша, не нәрсе деген сөздер айтса, фәләхус сухту, мен де наразымын дейді оған. Қарас, мұсылманның жолы қандай? Бір шыбын қайта-қайта бүйтіп кеткеннің өзінде сынайды Алла Тағала. Өйткені біз сол сынақтан өте алмай жатырмыз әлі. Бір шыбынның өзінде, мына бір шыбындар қусаңдаршы, мына шыбында деп үйде шыбынға шыдай алмай жатырық. Ол әлі түк емес қой. Сен бұл дүниенің қожайыны емессің. Шыбын да бұл өмірде, бұл дүниеде өмір сүру керек. Бұл ортақ үй.